Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз антиагреганттардың әсер ету механизмін толықтай талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге доктор Сабаев. Видео басылмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Мынау сызып қойғаным екі тромбоцит. Жалпы тромбоциттер қанымызда қан ұйытушы қызмет атқарады. Қан ұйытушының бірінші фактор, бірінші фазаны осы тромбоциттер істеп береді екен. Ал тромбоциттер нормада активсіз күйде жүреді. Оны активтеу үшін бір фактор болу керек. Ол факторды біз зақымдаушы фактор деп атаймыз. Эндотелиалды қабат. Тамырдың эндотелиалды қабаты зақымдалған кезде қан сыртқа шығады, қан ағу болады. Осы кезде қанды тоқтату үшін бірінші тромбоциттер активтеліп бастайды. Ең бірінші зақымдалу ол не болады? Эндотелий қабатының зақымдалуы. Екінші, эндотелий қабат зақымдалғанда, осы эндотелий қабатында бізде фактор Виллебранда орналасқан. Фактор Виллебранда. Бұл фактор Виллебранданың қызметі жалпы осы жерге тромбоциттерді топтастыру. Тромбоциттер бір-бірін жабысып агрегацияланып қалады да қанды тоқтатады. Осыны біз бірінші фаза деп атаймыз. Енді осы кезде фактор Виллебранда әкелді ғой. Енді осы кезде не болады? Фосфолипидтер зақымдалады. Фосфолипидтер жалпы тіннің сыртындағы мембрананың қабаты. Фосфолипид зақымдалғанда сырттан фактор, инфекциялар, басқа бөгде заттар, микробтар, вирустар бәрі кіреді. Осы кезде ағза қабынып жауап береді. Ол может жергілікті қабыну немесе жүйелі қабынумен жауап беруі мүмкін. Ол бізде қабынудың деңгейіне байланысты. Ал енді фосфолипид ол всегда арахидон қышқылын бөліп жібереді. Арахидон қышқылы бөлінгенде бұл сигнал. Андай өрт басталған кезде бар ғой, бір қызыл сигнал болушы еді ғой. Арахидон қышқылы тура сондай. Ағзаға уже сигнал беріп жатыр. Что-то не то, ағзамызға инфекция түсіп жатыр, қорғанайық деген сияқты нелер береді. Шулар жасайды. Осы кезде арахидон қышқылы бөлініп тастайды. Арахидон қышқылы ол уже қабынуды бастағанда ЦОК1-ді шығарып жібереді. ЦОК1 циклдік эндопероксидтер шығарады. Циклдік эндопероксидтер ол неше түрлі медиаторларды сыртқа шығарып жібереді. Тромбоксан А2, простациклин, простагландин, лейкотриендік заттар деген сияқты бәрін шығарып жібереді. Енді осы кезде тромбоксан А2 ең маңызды осы тромбоциттердің бір-бірімен жабысу үшін өте керек механизм. Тромбоксан А2. Достар, конспектіні дұрыстап жазамыз. Сол кезде сіздерге өте түсінікті болады. Тромбоксан А2. Сызық қоям. Жалпы тромбоксан А2 тромбоксандық рецепторға әсер етеді. Тромбоксандық рецепторға әсер еткеннен кейін осы кезде ағзамыздағы GA белок, жасуша ішілік сигналдарға әсер етеді. Жасуша ішілік сигналдың негізгі қызметі ағзаға кальцийді жинап беру. Кальций жиналған кезде бір жиырылу немесе бір безден гормонның бөлінуі сияқты механизм жүреді. Соны біз айтамыз ішкі сигналдар деп атаймыз. GA белок. Сосын ол бізде бөледі инозитол трифосфат. Инозитол трифосфаттың негізгі қызметі жарғақшалардан, цитоплазмалық ретикулумдардан жалпы кальцийді ішке кіргізіп жібереді. Кальций деңгейі артады. Кальций деңгейі артқан кезде мынанда екі белокқа әсер етеді. Олар бізде гликопротеиндік белоктар деп аталынады. 2B3A деген осында екі белок бар. Бұл екі белок кальцийді қажет етеді. Осы кезде кальций оларға әсер етеді. Осы кезде екі тромбоцит бір-бірімен жабысып қалады. Қол ұстап бір-бірімен жабысып қалады. Оны ажырату өте қиын. Көрдіңіздер, бірінші механизм осы. Арахидон қышқылы, ЦОК1, сосын циклдік эндопероксидтер, тромбоксан А2, тромбоксандық рецептор, GA белок, инозитол трифосфат, кальций деңгейі артады. Осы кезде екі белокты бір-бірімен жабыстырып жүреді. И сол кезде тромбоциттер бір-бірімен жабысып қалады екен. Осындай механизм. Енді екінші бар. Айттым ғой, біздің ағзамызда тромбоциттер өздігінен активтелмейді. Оларға бір фактор керек. Ал негізгі нормада простациклин деген зат болады. Ол қабыну кезінде де бөлінеді. Жалпы нормада да бар простациклин алады. Ол жалпы тромбоциттерді активсіз күйде ұстап тұрады. Активсіз күйде. Әйтпесе біз нормада жүргенде не болады? Қанымыздың бәрі ұйып қалушы еді. Ал ұйып қалсақ не болады?
неше түрлі инфаркт, инсульт, ишемия, сондай процесстер жүріп кетуші еді. Ал простациклин сол заттарды болғызбайды. Простациклиндік рецепторға әсер еткеннен кейін жалпы мынандай ферментті бөліп шығарады. Аденилацикалаза деген фермент. Аденилацикалаза деген фермент ол CMF деңгейін көтереді. Сердечный гликозиттер тақырыбында бұл тақырыпты өткенбіз. CMF ол кальцийдің деңгейін всегда түсіреді. Кальцийдің деңгейін түсіреді. Осы кезде мына гликопротеиндік белоктар жабыспайды. Жабыспаса тромбоцит агрегациясы болмайды. Біздің қанымызда всегда осы не жүреді? Простациклин жүргендіктен тромбоциттер бір-бірімен жабыспайды екен. Осындай механизм. Бұл екінші механизм. Бұларды мен не үшін айтып жатырмын? Өйткені бұлардың бәрі физиология. Ал дәрілердің бәрі осы физиологиялық звеноларға әсер етеді. Қазір не айтып жатқанды түсінетін боласыздар. Үшінші механизм ADF. Не? ADF деген бар. Ол бізде пуринергиялық рецепторға әсер етеді. ADF ол ATF-тің екінші бір түрі. Тура ATF сияқты қызмет атқарады. Энергия береді бір сөзбен айтқанда. Ал пуринергиялық рецептор осы ADF-ке нысана. ADF всегда пуринергиялық рецепторға әсер етеді. И ол GA белокты активтейді. GA белоктың негізгі қызметі бұл жерде тоже жасушашілік сигнал. Рецептор только тіннің өзіне ғана әсер ететіне. Жаттап тінге ғана әсер етеді, рецептор. Ал рецептордың іші осы жасушашілік сигналдармен жүреді. Ол бізде G белоктар, сосын кальций. Ал рецептор соға дейін ғана әсер етеді, тінге дейін. Ал ішінде оған рецептор әсер ете алмайды. Сосын рецептор осыларды күшейтіп беруі керек. Рецептор бұзылса, осыларда бұзылады деген сөз. GA белок ол аденилацикалазаны тежеп отырады. Аденилацикалазаның деңгейін тежеп отырады екен. Бұл дегеніміз жалпы тромбоциттер тоже несе кетпес үшін. Аденилацикалазаның әсерінен жабыспай қою үшін керек. Достар, көрдіңіздер ғой, аденилацикалаза осы кезде ең маңызды рөл ойнайды. Аденилацикалазаны тежеп немесе оны күшейтіп отырмаса не болады? Тромбоциттердің жалпы реттелуі бұзылып кетеді екен. Сол үшін біз аденилацикалазаға мән беруіміз керек. Ал енді қараңыздар достар, енді препараттар осы кезде не істеп бастайды? Әсер етіп бастайды екен. Ең бірінші препарат ол аспирин. Аспирин ол бізде цок1-ді тежеп тастайды. Цок1 тежелгеннен кейін бүкіл механизм осы жерден үзіледі. Аспирин цок1-дің деңгейінде үзіледі. И аспирин осы кезде цок1 тежеп тастағаннан кейін тромбоксан А2 деңгейі төмендейді, даже вообще бөлінбейді. Сосын тромбоксан бөлінбегендіктен кальций деңгейіне әсер етеді. Кальций деңгейі жоғарламайды бұл жерде түсіп кеткеннен кейін. Осы кезде не болады? Гликопротеиндік рецептор әсер етпейді, тромбоциттер жабыспайды. Түсінікті ғой? Мына жерден тежеп тастайды. Бүкіл механизм ол жерден үзіп тастайды. цок1. Екінші препарат бар бізде, ол клопидогрил. Клопидогрил ол мына жерден әсер етеді. Пуринергиялық рецепторды тежеп тастайды. Пуринергиялық рецептор тежелгеннен кейін GA белок вообще өндірілмейді. GA белок өндірілмегендіктен аденилацикалазаны өлтіріп тастайтын, оны ингибировать етіп тастайтын еш нәрсе қалмайды. Аденилацикалаза деңгейі жоғарылағандықтан бұл жерде енді CMF деңгейі не істейді? Жоғарылайды, кальцийді жарғақшалардың ішіне кіргізіп жібереді. Осы кезде не болады? Тромбоциттер жабыспайды. Жаттап алыңыздар, антиагреганттардың қызметі тромбоциттерді жабыстырмау. Клопидогрил осыған дәлел. Келесі препарат жалпы аптиксимаб тирофибан эптифибатид деген препарат. Ол бізде осы 2B3A гликопротеиндік белоктың тежегіші. Аптиксимаб дейсақ, өздеріңіз жаза салыңыздар, мен мына жерде
уақыт жоғалтпай ақ қояйын. Аптиксимаб бұл мына жерден әсер етеді. Бұл нақты бір нәтижеге әсер етеді. Ең соңғы нәтижесіне ғана әсер етеді. Осы кезде тромбоциттер жабыспай қояды екен. Көрдіңіздер бе, достар? Осындай үш звеноға әсер етеді. Енді бір характеристика айтып кетейін. Жалпы аспирин бұл жерде әсер етті ток бірге. Енді тромбоциттерде ядро болмайды. Тромбоциттерде ядро жоқ. Ол 7 күн, 10 күн ғана өмір сүреді. Сол үшін бүкіл 7-10 күн бойы тромбоциттер жабыспай қояды екен. Сондықтан аспириннің әсер ету механизмі өте мощный. Ал сосын клопидогрел пуринергия рецепторға әсер етеді. И осы кезде ол мындай бір не әсер ету мүмкін. Побочный эффекттер шақыру мүмкін. Ол жаңағы қан кету, тромбоцитопения, нейтропения, тромбоцитопениялық пурпура деген сияқты. Өйткені ол жалпы аденилоциклаза деңгейін көтеріп жібереді. Аденилоциклазаның мәні осы кезде ашылады. Келесі аптиксимаб, тирофибан, эптифибатит деген препарат. Бұл препараттар жаңа препараттар. Бұл препараттар только соңындағы итокқа ғана әсер етті ғой. Енді бұл кезде тромбоциттер қайтадан жабысып алуы мүмкін. Сондай бір түрлі эффектісі бар. Міне достар. Ал енді дипиридамол деген препарат бар. Жалпы енді дипиридамол мына жерге әсер етеді. Қайтадан бір физиологияны еске түсіріп жіберейік. Жалпы енді ЦМФ ол әсер етіп тұра бермейді. Оны тежейтін бір фермент бар. Енді ол ЦМФ жалпы 5 АМФ-ке ыдырап кету керек. 5 АМФ-ке ыдырату керек, ал оны ыдырататын фосфодиэстераза деген фермент. Фосфодиэстераза осы ЦМФ-ті 5 АМФ-ке айналдырып жібереді, сыртқа шығарып жібереді қан арқылы. Көрдіңіздер ғой, әйтпесе ЦМФ-ті әсер етіп тұра бермейді. Осындай несі бар, жүйелі түрде айналып жүретін бір механизмдер бар. Ал фосфодиэстеразаны тежейтін препараттың аты дипиридамол. Дипиридамол фосфодиэстеразаны тежеп тастайды. Осы кезде не болады? Фосфодиэстераза қызметін жоғалтады. Қызметін жоғалтқаннан ЦМФ деңгейі жоғарылайды да кальцийдің деңгейін түсіріп отырады. Кальцийдің деңгейі түсіп отырса, тромбоциттер жабыспайды. Осындай әсер ету механизмі бар. Жалпы дипиридамол ол жалпы бір-ақ кезде қана қолданылады. Ол бізде жалпы инфаркт миокардасы немесе стенокардия науқастарындағы профилактиканы алдын алу үшін бір жағынан, екіншісі соларды анықтау үшін. Мен сіздерге келесі видеода соның механизмін түсіндіріп беретін боламын. Достар, бүгінгі сабақта біз осындай механизмдерді талқыладық. Назарларыңызға көп рахмет.